Сәлем достар, бүгін сіздерге өте дәмді шығатын зебра пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне шекерімізді саламыз. Шамамен 180-200 грамм шекер саласыздар. Салып алғаннан кейін жақсылап миксердің көмегімен 2 масса 2 есе ұлғайғанша араластырамыз. Біздің сарғыш массамыз ағарғанша араластырамыз. Осылай пышный болып ағарғаннан кейін оның үстіне енді сүтімізді құямыз. Сүтіміз біздің ыстық болу керек. Ыстық сүтті құйдық. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Енді үстіне ұнымызды електен өткізіп құямыз, және де разрыхлителімізді де осы жерде қосып жібереміз. Енді біз миксермен емес, арнайы лопатканың тағы да басқа құралдардың көмегімен жоғарыдан төмен қарай осылай араластырамыз. Массамыз дайын болды. Оны 2 ыдысқа бөліп аламыз. Бір бөлігіне какао қосамыз. Шамамен 3 қасық, 4 қасықтай какао қосасыздар. Жақсылап какаоымызды араластырамыз. Енді бір қасықтан кезек-кезек осы 2 массаны ыдысымызға, формамызға салып шығамыз. Форманың астына пергамент қағазын төсеңіздер тіпті жақсы. Осылай кезек-кезек қосып шықтық. Енді осы пирогымызды 180 градуста шамамен 30-40 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Шпажканың көмегімен пісіп-піспегенін өздеріңіздің духовкаларыңыздың қызуына байланысты тексеріп аласыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады, әрі ең оңай рецепттердің бірі. Сіздермен болған Париза Тілеулес. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өзге де видеоларды көріп отырыңыздар.